Дыбыс жазуды ұмытып кетіп 20 жасымда небәрі 60 мың теңгеге қысқа метражды фильм түсірдім. Және фильмді кинотеатрдан көрсетіп Мәскеуде фестиваль ұтып алдық. Жүргенімізде оқып жүріп туған қалам Балқашта түсіруді шештік. 60 мың теңге тек жолға ғана кетті. Сондықтан ата-анамның үйінде қонып, анамның тамағын ішіп, әкемнің көлігімен қатынадық. Локациялар таныстарымның үйі, актерлар тәжірибесі жоқ туыстарым. Бірақ жақсы ойнап шықты. Ақша болмаған соң командада жоқ. Өзім оператор, өзім звукорежиссер, өзім монтажер, өзім продюсер. Соның кесірінен кейбір сахналарда дыбыс жазуды ұмытып, монтажда қиналғаным бар. Фильмде барынша диалогты аз қолданып, көбінесе образдар мен метафоралармен жұмыс істедік. Және ең қиын сахна көлдің ортасына ағашты отырғызып, оны өртеу болды. Нәтижесінде Байқоңыр фестивалінде мега кинотеатрында көрсеттік. Одан кейін Мәскеуде ВГИК фестивалінде 6 ел арасында гран-при ұтып алдық. Бұл жердегі мақсатым мақтану емес, айтқым келгені бәрін алдын ала білу мүмкін емес. Идеал жағдайды күтудің де қажеті жоқ. Ең маңыздысы бастау керек. Мүмкін соңғы рет кездесіп тұрған сондықтан жоғалтып алмас үшін маған тіркеліп, лайк басып, видеоны сақтауды ұмытпа. Келесі видеода кездескенше.